передача бермей қойды ма? Күнді алып келдік қой. Да, блин, ағай, то дети жаман, то кола жаман, не ищеміз. Увидели прессу и забрали. Она қазақша білмейді, орысша білмейді. Мы с ней, наверное, 2 дня мучились. Ол туғандай. На пальцах. Она Таиланд. Жаста. Жарайды менікі. Удостоверение бар ма? Екеуі де бар. Бар, екеуміздікі де бар. Ағай! Воскресеньеда қабылдайсыздар, өтірік айтпаңыз. Қабылдайсыздар, өтірік айтпаңыз. Теперь от нас передачи не принимают. Мельникова Юлия. Как? Мельникова. Мельникова Юля, да? Алло, передачу примите. Мельникова Юля. Почему? В воскресенье я приходил, принимали. После обеда? Почему после обеда? Не знаю, там сколько я должен был сидеть. Я вышел, сразу поехал лечил. А он бездомный, жить негде. Я его к себе... Ой. Мен болмағанда, мен болсам олармен төбелес. Жіберіп, запқызбайды дедім. Алло. Ау, үйде емеспін, жұмыста. Үйде бір кісілер бар. Ата сізге бір звондап отыр. Звондай берсін. Төке, сәлеметсің бе? Мына 50 жылда дейді, ел жаңарады дейді. 100 жылда жаңарады дейді. Мыналар мәншөкпенен әлия 90 жасқа келсе, мына солардың шөбірелері, міне, заман өзгеріп, мыналар аяқ басты. Мына шөбірелері. Бұл енді Алланың берген, қазақ халқына берген тағдыр ғой. Мерей өссін, ұрын бұтақтары сондай батыр болсын деп, міне әжелеріменен тартқан мыналар. Болашақ осылардікі, заман осылардікі. Бұлардың кеудесіндегі жүректері, оттары сөнбесін, жалындары өртене берсін, көбейе берсін. Айналайын. Мен сендер үшін келдім Ақтаудан. Билік шын мәнінде жас қыздарды осы 10 күн арқылы сағын сындырып, біздің 73-тегі атамызға махаббатын арттырам десе, қателеседі. Онда ештеңе де болған жоқ. Бұл арқылы керісінше біздің режимға деген, біз режимнің былығын бұрын сыртынан көріп сынап жүрсек, біз ішінен көрдік. Олардың қандай әдіс тәсілдері басқасын біз ішінен көрдік. Міндетті түрде журналист ретінде біздің осы абақтыда отырғаннан репортажымыз шығады. Ол жақта бұл абақтыда көрген әртүрлі құйтырқыларымыздың барлығы жазылады. Сондықтан барлығын бірден аша қоймайын, Жаңаөзен нет порталынан абақтыдан репортаж күтіңіздер.